Японияда білеміз ғой, робот біздер Жапонияда кең көлемде дамыған. Бұл сумо робот деп аталады. Нысанды іздейді. Нысанды көргеннен ол барады соны итеріп шығарады. Және бұнда түс датчигі қойылған, яғни түс датчигі шеңберден шығып кетпеуді орындайды. Яғни мына қара түске келген кезде ол тоқтайды өзі автоматты түрде. Яғни мені қазір көріп тұрса, нысанды көргеннен сол жағына қарай бағыттайды, былайша айтқанда. Жалпы бұны түсіндіріп программасы арнайы жасалған. Бұның программа компьютер арқылы орындап, Bluetooth арқылы, кабельдер арқылы және де Wi-Fi арқылы орындауымызға болады, былайша айтқанда.